Балаларыңызға дүкеннен әлі де барни сатып алып жүрген болсаңыз, бұл видео дәл сіздер үшін. Енді дүкеннен барни сатып алмайтын боламыз, өйткені үйде жасаймыз, өте оңай, қолжетімді заттардан жасалатын болады. Ең алдымен біз 3 жұмыртқамызға 150 грамм қант, 1 чайный ложка ванильный сахарымызды араластырып, миксермен араластырып аласыздар жақсылап, және 50 грамм сүт, 50 грамм сұйық май қосасыздар. Тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз, және ұнымызға 1 чайный ложкада қопсытқышымызды араластырып, 150 грамм ұнды 2-ге бөле отырып, массамызға араластырасыздар. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып, кішкене бөлігін бөлек бір кесеге құйып алыңыздар да, оған 2 чайный ложка какао араластырасыздар. Бұл бізде аюдың құлақтары, аяқтарына қажет болады. Және дайын массамызды кондитерский мешокқа құйып алыңыздар, өте ыңғайлы болады. Жоқ болса, қасықтың көмегімен де жасасаңыздар болады. Міне дәл осылай формаға бірінші аюдың құлақтарын, аяқ қолын дәл осы какао араласқан массаны құйып аласыздар да, үстінен екінші ақ массамызды құйып шығасыздар. Бұл массаны құйып алғаннан кейін пеш қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аласыздар. Барни дайын, суытып балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте жұмсақ, сондай дәмді барни жасалады екен. Ортасына кез келген начинка салсаңыздар да болады. Мен бірінші жасағандықтан ештеңке салмай жасадым. Келесі жолы міндетті түрде шоколадпен немесе джеммен жасап көруге тырысамын. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде маған тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, балаларыңызға жасап беріңіздер.